Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сабырлы бала. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасайық. Ол үшін тест сұрақтарына жауап беріңдер. Дәптерлеріңді ашып, бірінші деп жазасыңдар да, сұрағын жазбай, тек жауабын жазасыңдар. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Ал тексерейік. Қоянға не болды? Ауырып қалды. Тоқылдаққа не үшін келді? Ем іздеп. Қоян неге дірілдеп әлсіреп қала береді? Түлкіні көрген кезде. Тоқылдақ оның ауруын тапты ма? Жоқ, таба алмады. Үкі қоянға неге таңғалып тұрды? Өйткені жүрегін таба алмады. Үкі қоянның жүрегін қайдан тапты? Табанынан. Сендер барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Балалар, мына қасиеттердің қайсысы сендерге ұнайды? Сабырлы, адал, ақылды, шыдамды, өнегелі, жанашыр, ержүрек, батыл. Осы қасиеттердің қайсысы бүгінгі біздің мәтінімізге сәйкес келеді екен? Бүгін біз сендермен Ыбырай Алтынсарин шығармасымен танысамыз. Ыбырай Алтынсарин ағартушы педагог, жазушы. Қазіргі Қостанай облысының Алтынсарин ауданында туып өскен. Балаларға арнап мектеп ашқан, оқулық жазған. Аурудан аяған күштірек. Мұқият тыңдаймыз. Назарымызды оқулығымыздың 18-ші бетіне аударайық. Сейіт жүгіріп бара жатып, аяғын сындырып алыпты. Ойбайлап жылаған баласын көргенде шешесі есінен танып қалады. Мұны көрген Сейіт жылауын тыя қояды. Сынған аяғын орнына салып, таңып жатқанда дыбысын шығармапты. Қабағын да шытпапты. Сонда сынықшы кісі: «Аяғын ауырмай ма?» деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң ғана демін алыпты. «Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп жатыр. Менің қиналғанымды көрсе, шешемнің жаны онан жаман қиналады ғой. Сондықтан сабырлы қылып, шыдап жатырмын», депті. Қандай ақылды бала. Балалар, бұл жерде сынықшы дегеніміз сынған сүйекті орнына салатын емші адамды айтады. Енді оқулығымыздың 18-ші бетіндегі суретке назарымызды аударайық. Бұл сурет оқиғаның қай сәтінен бейнеленген? Дұрыс, сынықшыға келген сәтінен. Жақсы балалар, Сейіт неліктен шыдамдылық танытты? Ол анасын қиналғанын қаламады. Оның жылағанын, ауырсынғанын естігенде, анасының одан әрі қиналатын біліп, сондықтан шыдамдылығын танытты. Балалар, келесі 5-ші тапсырманы дәптерге орындаймыз. Мәтіннің мазмұнына сай жоспардың ретін тауып, белгілеп жазыңдар. Ол үшін видеоны тоқтатамыз. Егер түсініксіз болса, мәтінді бір оқып шығыңдар. Ал тексерейік. Бірінші, Сейіттің аяғын сындырып алуы. Екінші, Сейіттің шыдамдылығы. Сынықшыға барған кезде шыдамдылық танытады. Үшінші, Сейіттің шешесіне аяушылық көрсетуі. Балалар, сендер дұрыс жазыңдар деп ойлаймын. Үй тапсырмасы 18-19 беттерді мазмұндайсыңдар және 6-шы тапсырманы жазбаша орындайсыңдар. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.